етеміз. Міне бүгін 224 мектеп ашылды. Мектеп директорынан немесе әкімдіктен келген шенеуніктердің аузынан бұл таза қазақ мектеп болады деген сөзді біз ести алмадық. Сұраққа жауап берген жоқ, бірақ жалтақтап қашты. Керісінше орыс тілді талап етіп отырған ата-аналарға аралас болады деп уәде берген, сәл күте тұрыңыздар, сізді кейін қабылдаймыз депті. Олардың мақсаты бізді тынышталдырып, уақытша бізді алдап, артынан мектепті аралас қылып жіберу. Біз болған жол бермейміз, және де толық қазақ тілді болуын талап етеміз. Интернет желісінде әртүрлі ақпараттар тарап жүр. Аралас мектеп ашылсын деген ата-аналар жиналып, осы болашақта бұл бәрі бір аралас мектеп болады деп айтып, әртүрлі өсектер жіберіп жатыр. Сондықтан біздің мақсатымыз осы қаулыны, осы жарғыны көру, осы сөздерінен ауыздарынан қазақ мектебі ашылатын бізге көрсетсін. Соны талап етеміз. Өтініш, Мейірман аға, осыны соңына дейін жеткізсеңіз. Біз 224 мектептің ата-аналары мектептің қазақ тілді екендігі туралы қаулыны заңды түрде Талап етеміз. Құрметті ағайын, міне бүгін 224 мектеп ашылды. Бірақ ашылғанымен таза қазақ мектебі болатынына біз әлі күмәнданып тұрмыз. Бізге әлі қаулы бермеді. Орыс тілін қалайтындар әлі жұмыс жүргізіп жатыр. Бұл жерде өздеріне мұғалімдер іздеп жатыр. Керек десеңіздер өздері толтырайын деп жатыр мұғаліммен. Бізге таза қазақ мектебі болатын қаулы керек.